Жігіт таныстықта жігіт басқа қызбен видеоға түсуі стрёмно емес. То есть норм деген ғой. Неге норм? Неге стрёмно? Просто видеоға түсу ғой. Айтып қойса ше? Кімге? Қызға. Не деп? Айтып қойса норм. Сіз айтқан жоқсыз. Ну ладно. Кейін айттыңыз, болғаннан кейін съемка. Стрёмно. Мысалы қыз бен жігіт сөйлесіп жүріп, сосын қыз мысалы, например, да, просто бір мектеп жаққа кетіп қалса, и сол жерде басқа жігіттермен суретке түскені, мысалы норм ба, стрёмно? Конечно, норм. Стрёмно. Норм ғой? Стрёмно. Ештеңке істемейді, просто суретке түседі. Обязательно біреу істеу керек па не? Просто түспей қойса болады ғой, ну обязательно бүйтіп афишировать етіп. Бір рет түскен жоқпыз біз еще. Ау? Бірнеше рет түстік біз. Ұят емес. Сіздер сияқты емес, беттен түсетін. Эфирде отырып, бір кісімен ұрсып алып, ол адаммен видеоға түсу. Норм. Стрём сияқты, бір ұрысқаннан кейін адам вообще араласпау керек қой. Біріншіден қарындас, стрём емес, стрёмно. Екіншіден ол норм. Енді это же просто работа. Ағатай өзім білем қалай айтсам да. Мысалы, жігіт пен қыздың арасында таныстық тоқтап, мысалы, жігіт или қыз кішкене настроениесі болмай, жаңбыр жауған кезде жаңбырдың астына барып жылаған. Норма, стрёмно. Тоқтағаннан кейін ба? Какая разница, жылаған деп жатырмын ғой именно. Нормально. Стрёмно. Басқа біреу көріп қалса ше. Жаңбырдың астында көрінбейтін сияқты, иә? Енді любой жерде жылай алады, не только жаңбырдың астында. Жаңбыр жауып кетті. Қар жауып жатқан негізі.